Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы топ жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Барселонаның басында қаржылық қиындықтар толып тұр. Бұл жағдайды сәл болса да жақсарту үшін Барселона өз ойыншыларының жалақыларын азайтуды өтініп келеді. Және ойыншыларда бұған қарсы емес. Серхио Бускетс, Жерар Пике, Жорди Альба, Серджио Роберто өз жалақыларын азайтуға келісіп, басқа да ойыншыларға үлгі болған. Кеше Лапорте және клубтың басқа да басшылары жаңа ойыншыларды командаға қосу үшін ойыншылардан жалақыларын тағы да 50%-ға азайтуды сұрады. Diario Sport басылымының хабарлауынша, Пике, Бускетс және Альба бұл шешімге қарсы шықты. Бұған дейін олар жалақыларын 2 рет азайтқан және тағы да 3-ші рет азайтуға келіскілері келмейді. Diario Sport басылымның хабарлауына сенсек, Блаугранда жалақы қорын 560 миллионнан 400 миллион еуроға дейін қысқартқысы келіп отыр. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін Барселона ойыншылардың жалақысын қысқартады, кейбіреулерін сатады, ал тіпті кейбіреулермен келісім шартты уақытынан бұрын бұзуға дайын. Бұған қоса президент Жоан Лапорте командаға жаңа қаржылық ережелерді енгізді. Бұл ережелерге сәйкес енді ойыншылардың жалақысы жылына 10 миллион еуродан аспауы керек. Осы ережелердің кесірінен Барселона Антонио Рюдигерден айырылды. Енді Мохамед Салах үшін таласа алмайды. Себебі ойыншы жылына 17 миллион еуро сұрап отыр. Осы барлық қиындықтарға қарамастан Барселона Лидстің вингері Рафиня Диастың трансфері бойынша жұмыстар жасап жатыр. Diario Sport басылымының хабарлауынша, Барселонаның директоры Матео Алмени келесі аптада Лидспен келіссөздер жүргізу үшін Англияға ұшып келеді. Блаугранданың басты мақсаты ойыншының бағасын түсіру. Лидс Диас үшін 60 миллион еуро сұрап отыр. Ал Барселона болса тек 40 миллион еуро төлегісі келеді. Және қасына Оскар Мингесаны қосып беруге дайын. Бірақ Лидс Барселонаға қатты өкпелі. Себебі Диастың келісім шартында егер Лидс АПЛ-ден ұшып кетсе, кез келген команда ойыншыны 25 миллион еуроға сатып алуға болады деген опция бар. Осыған үміттенген Барселона келіссөздердің уақытын созып, Лидстің чемпионшипке түсіп кеткенін күткен. Бірақ Блаугранданың өкінішіне орай бұл жоспарлары жүзеге аспады. Маненің кететініне көнген Ливерпуль енді сенегалдықтың орнына ойыншы іздеуде. Және бірден көздері Барселона қызығып отырған Рафиня Диасқа түсті. Скаузерлердің бапкері Юрген Клоп Диасқа үлкен қызығушылық танытып отыр. Бапкердің айтуынша, Диас Маненің орнына өте жақсы нұсқа. Диастың өзі болашағы жайлы шешім қабылдаған жоқ. Жапониямен ойыннан кейін мен демалысқа шығамын. Менің Лидспен 2024 жылға дейін келісім шартым бар. Менің болашағым агентім Деко мен Лидстің қолында. Ал менің бар ойым ұлттық құрамамен демалысқа бағытталған, деді Диас өз сұхбатында. Қазір Барселона бар күшімен еркін агенттермен келіссөздер жүргізіп жатыр. Кристенсен мен Франк Кессе Барселона жалақы қорын түзеткеннен кейін командаға қосыла алады. Енді Барселона Ювентуске ауысуға жақын Анхель Ди Марияға қызығып отыр. Тодо Фичахес басылымның хабарлауынша, аргентиналық пен Ювентус кейбір сұрақтарға келгенде келісе алмай отыр. Барселона осы жағдайды пайдаланғысы келеді. Бұған дейін ойыншының агенті Ди Марияны Барселонаға ұсынған. Бірақ Лапорте ойыншыны қартайды деп келіссөздер жүргізуден бас тартты. Ал енді қаржылық қиындықтарға қарап Лапорте өз ойын өзгерткен көрінеді. Егер Ди Мария Барселонаға өкпелемесе, бұл ауысым жүзеге асуы мүмкін. Бірақ алдымен Барселона қаржылық мәселелерін бір жақтық етуі керек. Ал Мадридтік Реал болса Жезусты сатып алғылары келіп отыр. 25 жастағы бразилиялықтың ойыны Анчелоттиге қатты ұнайды. Және мадридтіктер басқа ойыншыларға қарағанда Жезустың трансферіне нықтап кірісуге дайын. Манчестер Сити ойыншы үшін 45-50 миллион еуро сұрап отыр. Габриэл Жезус Реалда біразға дейін тұрақтағысы келеді. Сондықтан ұзақ мерзімді келісімшарт сұрап отыр. Ал Реал болса 1-2 жылдық келісімшарт қана ұсынады. Мадридтіктер әлі Холландтан үміттерін үзген жоқ. Егер алдағы жылдары Холландты сатып алуға мүмкіндік туса, Жезусты қайтадан сатуға тура келеді. Ал бұған ұзақ мерзімді келісімшарт кедергі келтіруі мүмкін.
Бұған бөлек көптеген топ клубтарды аузына қаратып отырған Чумамини өзі Реалға ауысқысы келеді. RMC Sport басылымның хабарлауынша екі тарап келіссөздер жүргізіп жатыр. Және бұл келіссөздер сәтті аяқталуға сәл ғана қалды. Чумаминидің трансферімен Реал президенті Флорентино Перес жеке өзі айналысып жатыр. Мадридтіктер ойыншы үшін Монакоға 80 миллион еуро ұсынып отыр. Бұдан бөлек ойыншы үшін тек Мадрид емес, Парижде таласып отыр. Марка басылымның хабарлауынша PSG Чумамини үшін Монакоға 100 миллион еуро ұсынып отыр. Монако әлі ешқандай шешім қабылдаған жоқ. Бірақ кейбір деректерге сенсек, ойыншының өзі клуб басшылығынан Реалдың ұсынысын қабылдауын өтінген көрінеді. Манчестер Юнайтед әлі де Барселонадан Френки де Йонгты сатып алғысы келеді. Ағылшындық клуб жартылай қорғаушыға қысым жасап, оны трансферге келісуіне көндіруге тырысуда. Бұрын Аякста ойнаған де Йонг Юнайтед жаңа бас бапкері Эрик тен Хагтың басты мақсаты. 52 жастағы маман Френки Манчестер Юнайтедтің жаңа жобасындағы негізгі ойыншы болады деп сенеді. Дегенмен бапкердің сеніміне қарамастан ойыншы әлі де клубты өзгертуді ойлап жүрген жоқ. Ол Барселонада қалып Чемпиондар лигасында ойнағысы келеді. Де Йонгтың кеткісі келмейтіндігіне қарамастан Барселонаның қаржылық қиындықтарынан хабары бар Манчестер Юнайтедте каталондық клубтың өзі де бұл трансферден әлі бас тартқан жоқ. Мұнда Депортиво басылымның хабарлауынша Френкидің кетуі Барселона үшін үлкен мәселе емес. Бұған қоса Барселона Френкиді Аякстан 86 миллионға сатып алғанына байланысты ойыншы үшін көп ақша алғысы келеді. Де Йонгтың айналасындағы жағдайды PSG, Бавария және Манчестер Ситиде мұқият бақылап отыр. Кристиан Эриксен Брентфорд сапында өте жақсы маусым өткізді. Және осы жазда оның клубпен келісімшарты бітеді. Ойыншының өзі бұл келісімшартты ұзартуды ойлап жүрген жоқ. Және көптеген клубтар даниялықты өз қатарларына қосуға қарсы емес. Mirror басылымның хабарлауынша бір Англияның өзінде ойыншыға 4 клуб қызығып отыр. Манчестер Юнайтед, Эвертон, Вест Хэм Юнайтед және Брентфорд. Брентфорд Эриксенмен әлі де келісімшартты ұзартуға ниетті. MU-дің бас бапкері Эрик тен Хаг Эриксенмен жақсы таныс. Және ойыншы Манчестер Юнайтедті күшейтетініне сенімді. Балғашылардың бапкері Дэвид Моэс те клуб басшылығынан Эриксенді сатып алуды өтінген. Егер Эриксен Вест Хэмге ауысса, шотландиялықтың командасында негізгі ойыншыларының бірі болады. Эриксенге шешім қабылдау керек. Не MU-де қосалқы құрамда отырады, немесе Вест Хэмде әрдайым негізгі құрамда ойнайтын болады. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайын. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.